Қайырлы күн. Бүгін біз сіздермен QR код жасауды үйренетін боламыз. Ол үшін біз ең бірінші Google Chrome'ға кіріп, поисковойда создать QR код с картинкой деп жазсақ болады. Осы жерден шыққан бірінші мына сайтқа кіреміз, miqr деген .com деген сайтқа кіреміз, бірінші сілтемеге. Бізге осындай бет ашылады. Міне осы жерде регистрация жасап кіруімізге де болады. Болмаса кірмей-ақ жай ғана өзімізге қажетті QR кодты аша берсек болады. QR кодты қалай ашамыз? Міне создать QR деген батырманы басамыз. Бізге мына жерде түрлісі шығады. Бұл жерде ссылка арқылы приложенияға QR, суреттерге, Facebook, соцсеттер бар ғой, сол жерлерге барлығына QR код қойып жасауға болады. Енді мен мысалы бір ссылка өзімнің бір жаңағындай құжатыма, болмаса YouTube арнама деп айтсам да болады. Соған егер ссылка арқылы QR код жасайтын болсам, мінеке сілтеме дегенді басамыз. Мына жерге өзіңіздің сілтемеңізді орналастырасыз. Мысалы мен өзімнің YouTube арнамды ашып, осы жердің сілтемесін көшіріп алып, мына жаққа қоятын болсам, осы сілтемеге жаңағындай не ашатын болам, QR код жасайтын болам. Мына жерде назовите свой QR дейді. YouTube арна дейік. YouTube арна. Категория контента дегенді education деп таңдай салам. Сіздер мына жерде өздеріңізге қажетті категорияны таңдасаңыздар болады. Енді стилизовать и скачать QR дейді. Ал осыны басқаннан кейін сіздерге мынандай бет ашылады. Дайын болған мына QR-ды құр өзін жаңағындай өздеріңізге жүктеп алсаңыздар да болады. Болмаса мына жерде рамки дегенге дайын рамканың шаблондары бар. Осы шаблондарды қоюға да болады. Болмаса мына жақта мінеке праздники дейді. Праздникке байланысты QR-ларды шаблонға қойсақ болады. Тематический деген бар. Мысалы мен мынау QR-ымды осындай рюкзактың ішіне қойып қойсам. Тағы осы сияқты 35 суреті бар. Болмаса мінеке мынандай жай ғана телефонның нұсқасы бар шаблонға қойсақ болады. Және мына екінші рамкидің қасында форма и цветы деген бар. Бұны басатын болсақ, бізге осындай бет ашылады. Мына жерде QR кодты тек қана мынандай 4 бұрышты қылдырып емес, домалақтармен, болмаса мынандай, тағы да осындай бірнеше нұсқалары бар. Осылай жасауға болады. Және де бұл бір түспен ғана, қара түспен. Біз оны түрлі түсті қылдырып, түстерін өзгертіп жасасақ та болады. Мына жерде түсті таңдайсыздар. Кез келген мысал көк түс па, көк түс қылдырып мінекей. Сол сияқты қылдырып жасауға болады. Енді мен көзге үйреншікті осындай однотонный қара түсті таңдайын. Мына жерде мына шаблонды алып тастай салайын. Маған бұл шаблон қажет емес. Рамкасын. Енді болмаса осындайға қойайық. Енді мына жерде бізде мынаны айттық. Енді мына жерде внешний узоры глаза дейді. Ол бізде мынаны басатын болсақ, бізде 4 бұрышты көзге үйренген. Егер мынаны бассақ, домалақ қылдырып шығарады. Мынау бізде жан-жағы осындай әр түрлі қылдырып жасауға болады. Бұның да түстерін өзгертуге болады. Внутренний узоры дейді. Яғни ішкі узорларын әр түрлі домалақ немесе 4 бұрышты және түсін өзгертуге болады. Болмаса осыған өзіміздің фонымызды қоюға болады. Фон деген цветной градиент фон қойсаңыздар, болмаса прозрачный фон, немесе өз логотиптарыңызды мына QR кодқа өздеріңіздің логотиптарыңызды қоюға болады. Мысалы мен YouTube арна болғаннан кейін YouTube'тың логотипін қойсам болады. Болмаса өзімнің
арнамның, мен жаңа уже жасап қойғам, өзімнің арнамда тұрған суретті да жүктеуге болады. Мына жұмыс үстелінде мысалы мінекей ашатын болсақ, өзімнің YouTube арнамдағы профайлым шығады осы жерге, иә. Размер логотипі үлкейтуге болады, мысалы, үлкен қылдырып. Осылай жасасақ болады. Және мына жерде біз осы QR кодымызға не қоссақ, текст қосуға болады, мәтін қосуға болады. Мысалы, Назым Оңғарбаевна. Мінекей, Назым Оңғарбаевна деп осы жерден шығады. Бұның да біз түсін, түрін, барлық жағдайын өзгертуімізге болады. Мінекей, мына одан да осы әдемі болып көрінетін сияқты, иә. Және өзімнің логотипімді қойып қойайын. Мінекей, осындай QR кодтарды дайындауға болады. Болды, дайын болған QR кодыңызды өзіңізге жүктеп аласыз. Скачать QR код дегенді басып, PNG форматында біз өзіміздің QR кодымызды сақтап аламыз. Сақтап алған QR кодыңызды, мінекей, QR кодты кез келген жаңағы WhatsApp арқылы, басқа да арқылы таратып қолдана берсеңіздер болады. Мінекей, осындай QR кодым шықты. Тағы да айтатын болсақ, бұл жерде жай ғана рамкасыз құр QR кодты дайындайтын болсаңыздар, онда өз жай ғана жаңағындай ссылка деймізде, ссылкамызды қойып мына жерге өзіміздің QR-мызды жасасақ болады. Мінекей, дайын осы QR кодымызды өзімізге жүктеп аламыз. Жақсы, игіліктеріңізге жарасын, сіздерге пайдалы ақпарат болды деп санаймын. Менің арнама тіркеліп, қазақ контентін дамытуға үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Үлкен рахмет, сау болыңыздар.